Ағайындар, сіздерге бір қызық әңгіме айтып берейін ба? Бір дос баламды кездестіріп қалдым. Анау мәз болғанда қалай мен сұраймын ғой, не болды, не мәзсің десем, тағы бір парақор дүниеден өтті дейді ғой. Алла сақтасын. Біз ол кісі туралы білеміз да. Сенің жолыңды бөгеп тұрып, алдыңнан кесіп өтетін олар ше, постоянно ше. Вот солар дүниеден өткен кезде қандай сезім болады сенде? Негізі мен ондаймен бүгін бірінші рет сталкиваюсь, но сол туралы сенің өзің көзқарасың қандай? Сенің постоянно жолыңды бөгеп өтеді и өз адам өткізіп жібереді сенің алдыңнан. И сен постоянно қалт кетіп отырасың. Бірақ білесің де сен ол туралы, и бірақ ештеңе істей алмайсың оған. И сол дүниеден өтті мысалға. Қандай сезімде боласың? Мысалға сен біреуге ақшаны бердің, ол сен жағдайың шешіп берсе, оған Алла разы болсын дейсің ба, или просто рахмет дейсің ба? Сондай бір мәселелер бар да ойда.